Сәлем достар, бүгінгі видеода біз баланы қалай өз бетінше аунауды үйрету туралы айтатын боламыз. Біздің баламыз 4 айлық. Ең алдымен кішкене разминка жасап бастаймыз. Баланың аяғынан ұстап, оны оңға, солға, ақырын байқап, қолын ауыртып алмай айналдыратын боламыз. Мұқият болыңыздар, баланың қолын ауыртып алмаңыздар. Баланың сүйегі өте нәзік болады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Бұл жаттығуды ойын ретінде баламен күнде бірнеше рет қайталауға болады. Балаларға бұл ұнайды, жыламай, үндемей жатыр. Жалпы балалар 4-5 айында айналып бастау керек. Кішкене аяқтарын созып, қолдарын созып қоямыз. Аяққа массаж, қолға массаж, кішкене. Баламыз тып-тыныш, сүйкімді болып жатыр. Жаттығуды қайталаймыз. Қолға мұқият болыңыздар, қолын ауыртып алмасын кішкентайымыз. Күнделікті жасау барысында баланы 1-2 аптада өз бетінше айналуға үйретіп алуға болады. Сондықтан жиірек қайталауға ұсыныс беремін. Бұл өте оңай жаттығу. Күніне 5 минуттан қайталап тұрсаңыз болады. Жарайсың, балапан. Міне біздің результат. Күнде қайталаймыз біз осы жаттығуды. Баламыз ақырындап үйреніп жатыр. Әзірге тек оң бетке қарай айналады. Сондықтан кішкене сол бетке қарай айналуды үйретіп жүрмін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алда көптеген қызықты видеолар болады. Сондықтан каналыма жазылыңыздар. Жаңа видеоларды күтіңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.